Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз кинокритиктердің жақсы бағасына ие болған «Старикам тут не место» атты фильміне шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдау мен үшін өте маңызды. Ал біз бастаймыз. Но я ведь ничего не поставил. Уже поставил. На кону вся твоя жизнь. Жол бойына шерифтің көмекшісі бір адамды тұтқындайды. Сосын оны бөлімшеге алып келеді. Ол қаншер киллер Антон Чигур болған. Телефонмен сөйлесіп отырған жерінен оны кісенмен қылғындырып өлтіреді. Өзімен бірге кислородтық баллонын алып қашып кетеді. У него с собой был какой-то баллон. На кислородный похож или типа того. Оны Чигур қару ретінде пайдаланады. Полиция көлігін ұрлап кетіп, жолда біреуді тоқтатады. Оны ерекше құралмен өлтіреді. А это вам для чего? Сэр, вы не могли бы на секунду? Замрите. Келесі көріністе біз Техастың даласына ауысамыз. Вьетнам соғысының ардагері Llewellyn Moz қарақұйрыққа аңшылық жасап жүреді. Қанжығасы майланбай, ол үйіне қайтпақ болады. Бірақ жолдан ол қанның ізін байқайды. Ол жаралы иттің қаны еді. Оның қайдан келе жатқанын жобалап, аңшы сол жерге барады. Ер адам ол жерден пикап көліктері мен өлі денелерді табады. Бұл есірткі саудашылардың кездескеннен кейінгі болған нәтиже. Олардың біреуі тірі болып шығады. Ол аңшыдан су беруін сұрайды. Бірақ оның суы жоқ. Қауіпсіздік үшін оның қаруын алып, көліктен көптеген есірткілерді табады. Llewellyn тағы бір тірі қалған адам бар екенін түсініп, оның соңынан түседі. Оның ағаш қалқасынан өлі денесін және чемодандағы $2 миллион табады. Көп ойланбастан аңшы оны алып үйіне қайтады. Үйінде әйелі оның айтқан сөзіне аса қатты мән бермейді. Что в чемодане? Куча бабок. Неужто дождалась? Оны түнімен ары мазалап ұйықтай алмағандықтан жаралы мексикандыққа су апарып бермек болады. Бірақ оқиға орнына келгенде мексикандықты біреу басынан атып тастағанын көреді. Кенет оның көлігінің жанына біреулер келіп доңғалағын жарып тастайды. Ер адам қуғыншылардан өзенге түсіп әрең қашып құтылады. Оны қуғыншылардың иті қуып жетіп жаралап үлгереді. Сол уақытта жанармай бекетінде сатушы ер адам Чигурмен әңгімелесіп тұрады. Чигурге оның әңгімесі ұнамай қалады. Антон оның отбасы жайлы сұрайды. Оның аңқау екенін аңғарып таңба сан ойынын ойнауға ұсыныс жасайды. Бәсте оның өмірі тұр, сатушы жеңеді. Чигур оны тірі қалдырып кетіп қалады. Но я ведь ничего не поставил. Уже поставил. На кону вся твоя жизнь. Сол уақытта Моз үйіне келеді. Қауіпсіздікті ойлап, әйелін анасына баруға көндіреді. Кейін Чигур екі гангстермен атыс орнына келеді. Бірге олар Моздың көлігін тексереді. Сосын Антон чемоданда жасырынған белгі бергіштің байланысын алып, екеуін де өлтіріп тастайды. Келесі күні азанда шериф Белл көмекшісі екеуі Чигур қолданған көліктің өртеніп жатқанын көреді. Олар оқиға орнына барып, болған жайтты болжайды. Олардың ең басты сұрақтары ақша қайда кетті. А может, денег вообще не было? Возможно. Сол уақытта Чигур аңшының үйіне келеді. Ол бөлмелерді қарап, Моздың атына жазылған чектерді табады. Сосын үйдің иесіне тұрғындары жайлы ақпарат алмақ болып барады. Бірақ керек мәліметін ала алмай кетіп қалады. Где он работает? Не скажу. Сол уақытта Llewellyn әйелін шығарып салады. Ер адам әйеліне тез оралуға уәде беріп қоштасады. У меня дурные предчувствия. У меня хорошие, так что поровну. Шериф пен көмекшісі Моздың пәтерінің есігі бұзылғанын анықтайды. Шериф тәжірибесінің арқасында сүттің құтысының ашық тұрғанына қарап, қаншердің осы жерде болғанын анықтайды. Ол Llewellyn өзіне төнген қауіпті сезіп, өзін қорғай алады деп үміттенеді. Это нужно срочно передать по рации. Ищем человека, который недавно пил молоко. Моз бір күдікті сезіп, үйіне бірден қайтпайды. Қала сыртынан пәтер жалдап, ақшаға толы чемоданды ауа шығару шахтасына жасырады. Қаншер квитанциядағы барлық номерлерге хабарласып ұрын іздейді. Llewellyn жарақатын емдеп, қаладан керек жарағын алады. Пәтерге қайтып келіп, жан-жақты барлап, қауіпсіздікті сақтау үшін басқа жерге түнеуге шешім қабылдайды. Азанда шерифке Чигур өлтірген адамның анықтамасын береді. Ол жерде бас сүйекте оқ қорғасының жоқ екені көрсетілген. Не было пули. Так точно, пули нет. При всем моем уважении, это чушь собачья. Сол уақытта Моз қорғанысқа тыңғылықты дайындалып жатады. Сосын ақшасын қалдырған пәтерден тағы бір бөлме алып, сонда қоныстанады. Антонның қабылдағышы белгі беріп, чемодан жасырынған бөлмеге әкеледі. Сол жерге кіріп, ақшаны алуға келген 3 мексикандықты көріп,
көздерін құртады. Бөлмені қарап ештеңе таппайды. Чемоданды Моз көрші бөлмеден өзіне тартып алып үлгерген. Бас кейіпкер қонақ үйден шығып, жолшыбай көлікті тоқтатып кетіп қалады. Кейін сюжет бізді Карсон Уэллспен таныстырады. Ол керемет жады бар жалдамалы қаншер. Ол Чигурмен таныс болып шығады. Сондықтан оған бастан кеткен жарымес қаншерді тоқтатуды тапсырады. Сол уақытта Люэлен тағы жалдамалы бөлме алады. Қызметшіге біртүрлі жағдай бола қалған жағдайда ескертіп айтуын сұрайды. Түнде бас кейіпкер көзле алмайды. Әрине, сені жарымес қаншер іздеп жүрсе, ұйықтау мүмкін емес. Моз чемоданды тексеріп, ақша арасынан белгі бергішті табады. Сол уақытта Чигур оны тауып алады. Екеуінің арасында атыс басталады. Аңшы терезеден шығып қашады. Бірақ оқ тиіп жарақат алады. Жолдан көлікті тоқтатып қаладан шығарып тастауын өтінеді. Бірақ жүргізуші қаза табады. Антон көліктің талқанын шығарып атқылайды. Оған Моздың атқан оғы тиіп, екеуі оқиға орнынан кетіп қалады. Жаралы бас кейіпкер көшедегі жігіттерден күртешесін сатып алып, биік шөптің арасына уақытша чемоданды жасыруға шешім қабылдайды. Шекарадан өтіп Мексиканың бір ауруханасына барады. Чигур дәріханадан дәрі ұрлап алып, жарасын өзі емдеп жазады. Шериф аңшының әйеліне баруды жөн санайды. Сол уақытта аңшыға Карсон Уэллс келеді. Ол Чигур туралы жағымсыз ақпараттарды айтады. Ол сені ыңғайсыз жағдай тудырғаның үшін бәрібір өлтіреді дейді. Люэленге ақшаңды берсең қорғаныс болады деп көндірмек болады. Бірақ ойы іске аспайды. Оған байланыс номерін беріп кетіп қалады. Даже получив бабки обратно, он тебя все равно убьет. С ним договориться невозможно. Сол уақытта шериф Моздың әйелімен сөйлеседі. Әйелі үйден кеткелі бері екеуі байланысқа шықпаған. Бір жаңалық болса шерифке айтамын деп уәде береді. Сол уақытта Уэллс ақша салынған чемоданды табады. Бірақ оны алмай қонақ үйге қайтады. Ол жерде оны Чигур күтіп отырады. Олар бөлмеге кіреді. Карсон оған тірі қалдырсаң ақша беремін дейді. Ал өзін жарымессің деп кінәлайды. Сол сәтте Чигур оны өлтіреді. Карсонға қоңырау келеді. Чигур тұтқаны алып Моз екенін біледі. Чигур кездесу жариялап, ақшаны бермесең әйелің мен өзіңді өлтіремін дейді. Вьетнам ардагері қаншердің көзін бір жолта құртатынын айтады. Пора уже заняться тобой вплотную. Тебе больше не придется меня искать. Жарақатынан айығып, ақшаны алып Америкаға қайтады. Сосын әйеліне хабарласып, Эль-Пасо қонақ үйінде кездесуді белгілейді. Ер адам әйелін басқа мемлекетке жібермекші. Чигур Уэллстің бастығына барып, оны да өлтіреді. Моздың әйелі анасымен кездесу орнына бара жатады. Артынан мексикандықтар аңдып келе жатқанын көреді. Вы куда направляетесь? В Эль-Пасо, только не спрашивайте, с какой стати. Әйелі шерифке хабарласып, күйеуінің мекен жайын береді. Шериф сол жерге барады. Енесінің аузында сөз тұрмағандықтан, оған бірінші мексикандықтар келіп, ақшасын алып өлтіріп кеткен. Шериф жолдасымен жан түршігерлік оқиғаны айтып талқылап отырады. Когда мы перестанем говорить сэр и мэм, миру придет конец. Шериф адамға көмектесе алмағанын біліп, оқиға орнына қайтып келеді. Ол жерде Чигур жасырынып отырады. Бөлмеден ауа шахтасының бұзылғанынан басқа ештеңе таппайды. Сол жағдайдан кейін шериф жұмыстан шығуға шешім қабылдайды. Ол өзінің серігінің әкесіне барады. Шал оған қарапайым ақиқатты жеткізеді. Грядущего тебе не остановить, и жизнь под себя не подстроить. Это эгоизм и высокомерие. Біраз уақыттан кейін Чигур Моздың әйеліне келеді. Әйел рактан өлген шешесін жерлеп келген. Ер адам Люэленге берген уәдесі жайлы айтады. Әйел өзінде ақша жоқ екенін айтады. Антон оған тиын лақтырып тағдырын шешуді ұсынады. Әйел бәрібір шешімді өзің қабылдайсың деп бас тартады. Мнение монетки совпало с моим. Қаншер үйден шығып, табанында қанның ізі бар ма тексереді. Жолда келатып көлікпен жол апатына түседі. Оның қолы сынып кетеді. Ол көшедегі баланың киімін сатып алып, қолын таңып кетіп қалады. Фильмнің соңында отставкадағы шериф әйеліне көрген екі түсі жайлы айтып береді. Біріншісі, әкесі берген ақшаны жоғалтып алған. Екіншісінде, ер адам атпен қар басқан таудан өтіп баратады. Әкесі үндемей жанынан шауып өткен. Алдына шығып суықта от жағып баласын күту үшін. Оның әкесі мен атасы қызмет үстінде қайтыс болған. Ал Эдди Томға зейнетке тірі шығу бұйырыпты. Осылай фильм аяқталады. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.
Сіздермен Киномен.